Мал өсірсең, мол өсір демекші, бүгінгі таңда өз кәсібі мен несібесін тапсам деген ниетті жандар аз емес. Олардың арасында жүйелі бизнесін бастаған Сәуле Хасенова да бар. Тәжірибелі кәсіпкердің негізгі ойы жылқы шаруашылығын дамытып, табиғи өнімін халық назарына ұсыну. Қазіргі кезде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы кәсіп ашам деушілерге өте тиімді. Осындай мүмкіндікті пайдаланып отырған Бекболат ауылдық округіне қарасты Қайнар ауылының тұрғыны Сәуле Әбекенқызы. Бизнеске жаны жақын кәсіпкер біз айтып отырған бағдарламаның екінші бағыты бойынша мемлекеттен шағын несие алып, сол қаржыға 10 ірі қара сатып алған. Мақсаты сол жылқылардың санын көбейтіп, әрі оның емдік қасиеті бар сүт өнімдерін халық игілігіне жұмсау. Болашақта осы ойымыз енді осы жаңағы тұқымын көбейтіп, бие байлап жаңағы төлін алып, жаңағы саумалының өзі ем ғой, бұл қымыздың өзі жаңағы. Соны бағып, сол ойымызда бар енді. Жұмыссыз жүрген адамдарға осы мал ұстап, малмен айналысқанын қалаймын. Сәуле Хасенова бұған дейін де мұндай табысты іспен айналысып, еңбек еткендердің қатарында. Кейін мемлекеттік бағдарлама бойынша бизнес бастау жобасын естіп, оның арнайы кәсіптік оқуын оқиды. Курсты сәтті аяқтап, жылқы тұқымын дамыту үшін ата жолы жеке кәсіпкерлік арқылы жұмыспен қамту орталығынан шағын несиеге жолдама алған. Соның арқасында бүгінде 15 жылқының 3-і қорасында, қалғаны қыстық жайылымда. Көктем мезгілі жеткенде бие сауып, қымыз саумал ашытып, мал бастарын төлдету жоспарда бар екен. Келі жануарға жаны жақын Сәуле Әбекенқызының ендігі үлкен арманы шағын кәсібін үлкен шаруашылыққа айналдырып, жұмыссыз жүрген жандарды жұмыспен қамту. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Ерлан Алиасқаров.